Сәлем достарым, сәяхетебізні дәвам етебіз. Бүгін мен сізге вулканнар, яғни янар таулар турында сөйлейшекмін. Вулкан жер қобығының ярылуы һәм жер үстіне қойнар лава отылып шығу көрініші. Әйткенімше, біз аны янар тау деп атаймыз. 3 түрлі янар тау була. Біріншісі хәрәкәттәге янар тау. Ул әледән әле отылып, қабатланып тұра. Йоқлый тұрған янар таулар да була. Олар күпмедір вақытқа тынып қалалар. Йоқлыйлар. Ләкин қойшанда болса, олар отылырға мүмкін. Үшінші түр сүнген янартаулар. Олар қойшандыр хәрәкетте болғаннар, хәзір тоқтап қалғаннар. Қойда отылуына қарап, жер үсті һәм су асты янартаулары була. Янартау нишек атыласың? Білесіз ме? Жер шары ішіндегі температура бейік юғары болғанда, жер астындағы тау тұқымнары бейікні қыза башлайлар. Қызалар да үрилер, һәм сыйық магма барлыққа келе. Ол бейік қойнар була. Жер yorыла. Yorықлардан шыққан газлар, түтін, һәм пар болып һаваға көтеріле. Тире яққа ташлар атыла, күл сибіле. Магма қойнар лава болып жер үстіне отылып шыға. Көпмедір вақыттан соң лава суына һәм қоты тау тұқымнары барлыққа келе. Янартау оту көрініші гіл қабатланып тұрған ұшырақта биік таулар барлыққа келе. Магма білен лаваның айырмасын аңладығыз ма достар? Магма жер астында барлыққа келе. Ол іріген тау тұқымларынан һәм газлардан тұра. Янартау отылғанда газлар һаваға көтеріле. Іріген тау тұқымнары жер үстінен ағып кете. Ол лава деп атала. Сізні ең қорқыныш янартаулар білән дә таныштырайым әле. Мыннан 2000 ел элек Италияда Везувий вулканы атыла. Рим шәһәре Помпей қойнар күл астында қала. Соңғы тапқыр ең жеміргіш вулкан атылуы 1815 елда Индонезияда була. Янартаулар жер шарында гына түгел, башка планеталарда һәм аларның ияршиннәрендә дә бар. Кояш системасында иң биек тау Олимп вулканы Марста, иң хәрәкәтчән янартау Юпитерның Ио дип аталучы ияршинендә урнашкан. Бүгенге шулар иде дусларым. Янартаулар белән танышуыбызны киләсе тапшыруларда дәвам итәрбез. Очрашырбыз!